Аның бой жету шағында бар ойы өзінің сұлулығы мен сымбаты жайында екені бәрімізге мәлім. Себебі жеткіншектер үшін қатарластарының арасында сұлу болып жүрген маңызды. Алайда ғаламторда бет терісін тазалау, жылтыр ету туралы кеңес сұрап жатқандар да аз емес. Сол себепті бетті күтуге арналған бірнеше кеңесті назарларыңызға ұсынамыз. Теріңіз жаңаруы үшін күнделікті құрамында антиоксиданттар бар тағаммен тамақтанғаныңыз жөн. Антиоксиданттар авокадо, қара жидек, шие, қауын, балық, тауық, орамжапырақ, саңыраулақ, көк шай және қызыл бұрыштың құрамында болады. Ерлер әдетте тамаққа көп көңіл бөлмейді. Үнемі сыртта жүретіндіктен уақытлы тамақтанбайды. Көбінде ащы тұщы тағамдармен азықтанады. Сондықтан да терінің қышқылдығы артып, түрлі тері ауруларына шалдығады. Ұсақ тері ауруларын әдетте олар байқай да бермейді. Сондықтан азықтануға ерекше көңіл бөлген жөн. Дәрумендерді мол өсімдік тағамдарын жеген дұрыс. Бетті күту дегенде адам ойына бірден маска жасау келеді. Алайда бұл жалғыз әдіс емес. Жоғарыда келтіргеніміздей дұрыс тамақтану арқылы бет терісін жақсартуға болады. Салат дайындау барысында зығыр майын пайдаланыңыз. Оның құрамында бетті ылғалдандыратын омега-3 және омега-6 қышқылдары бар. Кезекті шырайлы майдарына берейік. Мамандардың тері күтіміне байланысты кеңесін тыңдаймыз. Пайдаңызға жарап қалар. Қыз келіншектер үшін бет терісін күту үлкен мәселе. Маска жағып, түрлі крем қолданып, терімізге зиян келтіріп алмауды ойласақ та, оның бүлінетіні рас. Құрғайды, безеу шығады, немесе мынадай болып қабыршықтанып кетеді. Ғылыми тілде терінің қабыршықтануы гиперкератоз деп аталады. Және ол тек бетте ғана емес, аяқ-қолда да болады. Ал бұл неден пайда болады? Және оны қалай ретке келтіреміз? Гиперкератоз ол жәнегі дерматит деп айтамыз, аллергиялық дерматит, сонымен қатар тері аурулардың ішінде дерматиттің көптеген түрлері бар. Сол дерматит фазасында кератоз пайда болуы мүмкін. Гиперкератоз негізі 18-ден аса бізде пайда бола бастайды. Ал тері аурулардың ішінде дерматит болған жағдайда гиперкератоз кез келген жаста болуы мүмкін. Мамандардың сөзінше бет терісінде коллаген немесе гиалурон қышқылы жетіспеген соңда гиперкератоз пайда болады екен. Оны асқындырып алған жағдайда міндетті түрде дерматологтың көмегіне жүгіну керек. Ал бүлінген теріні уақытында қалпына келтірудің бір жолы пилинг жасау. Пилинг арқылы қабыршықтанған тері қабатын алып тастауға болады. Сондай-ақ ультра дыбысты тазалауда бет терісін ретке келтіреді. Жалпы алған кезде пилингтар жәнегі үйге қолданатын косметикалық пилингтар сатылады. Оны жәнегі аптасына 2-3 реттен жасап тұру керек. Бұдан бөлек қабыршықтанған тері қабатын кетіру үшін кальций хлориді мен балаларға арналған сабынды қолдануға болады. Бұл да үй жағдайында пилинг жасаудың таптырмас әдісі. Киви мен жүзім дәнінің майынан жасалған маскада гиперкератоздың алдын алады. Теріңіз біртіндеп қалыпқа келеді. Шырайыңыз арта түссін. Маржан Нүсіпбек, Қоблан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.